Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгінгі жасайтын тағамымыз үнді тағамы. Бұл үнді тағамын Ас әлемі каналынан үйрендім. Бұл каналда Ақжарқын өте керемет тағамдар жасайды екен, сондықтан Ақжарқынға көп рахмет айтамыз. Және өзім сияқты пенсионерлер көп нәрсені сол Ас әлемінен үйренуге болады. Каналды қарауларыңызға болады. Міне, қазір үнді тамағын жасау үшін бірінші нанымызды илеп, тындырып қоюымыз керек. Сонымен қатар не керек болады? Бізге әрине мен бәрін дайындап қойдым. Міне, сәбіз, пияз, көк перец, қызыл перец, мына помидор, сонымен қатар чеснок, имбирь және тауықтың еті. Ақжарқынның айтуы бойынша онда кәдімгі сиыр еті, или қойдың еті ма білмеймін. Менікі бүгін тауықтың еті. Ол каналда мына имбирь жоқ, бірақ мен имбирьді қостым. Мына тарелкамызда қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка және куркума. Міне оны алдым. Бір жұмыртқа. Мен жалпы мынаған оны салам деген. Мынау, тұзын әлі салған жоқ. Салады екен. Енді тұзды қанша салу керек екен, мен ойлаймын, үйретудің қажет жоқ. Нанды кішкене жұмсақтау, илеу керек сияқты. Бізге қыздар бұрын аналарымыз үйреткен кезде, ыдыстың іші таза болу керек деп үйретеді. Естеріңде бар ма? Сендерге солай үйреткен шығар? Ама это сонда лапша болып, кеспе болып? Жоқ, бұл кеспе болмайды. Жаямыз, сосын майлаймыз, сөйтеміз де кесіп мантоваркада. Как она штрудель пісіргенде, менің үстіне байлап не қыламыз. Соңмен кейін мыналар бәрі піскен кезде шетіне нанды қоямыз. Нанымыз тынып тұра берсін, нанымыз илеп біттік. Енді оғынға шейін кесіп қойғанбыз, міне етіміз бәрін май құямыз қазанға. Жетеді майымыз. Чеснок имбирь көп жаны. Ой, қандай иісі жақсы. Запах. Иісі керемет. Енді тауықтың етін саламыз. Тауықтың етінен басқа мұнына қойдың сүйетін етін. Енді жылқының еті жақын асуға жарайды, оны білесіңдер, қолдаққа жарайды, асуға жарайды. Енді қазанның астын басып қойайық. Кене қорылсын. Сосын мен нанды жая берем, тауықтың еті тез піседі. Қайсың жанына даярдайсың. Тұз какой момент? Тұзды пияз салғаннан кейін бар, сала береміз, е? Тұзды өзің сал, жаным. Бәріміздің біріккен неміз болсын. Желай сал, жаным. Міне, енді мына пиязыңды саласың, соң тұзыңды саласың, мына нелерді сал жеріне болады, приправаларыңды. Құрылу керек шығар. Кішкене қуырсын, кішкене қуырсын, араластырып жүр. Кішкене қуырсын. Қуырып неғана пиязды. Одан кейін тұзың саласың, мына приправаларды сал, мынаны салуға болады. Сосын арқалата сәбізіңді сал, мына ең артынан саламыз. Мынаны немен бірге сала беруге болады. Дәмін өздерің көресіңдер, мен наным жая берейін. Наным үлкен, екіге бөлім ғой дейм. Бөлімсе. Екіге бөлім. Тауықты қуырып, басқа да қуыратын заттарды дайындай береміз. Морковь саламыз. Кішкене мына су кетсін. Морковын сал. Басқа керекті бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка и куркума қосамыз. Уже можно, да, қоса беруге? Қоса бер. Бәрін бір неменді. Сонымен біздің үнді тамағымыз тамаша болып шығайын деп тұр. Біз Сәуле екеуміз Үндістанда қыдырып барғанда осындай тамақ жегенбіз.
жаным деп. Құдай бұйыртса барамыз. Үнді тамағының аты жазылмаған. Де? Ақжарқынан сұрауымыз керек. Үнді тамағының аты қалай деп. Долго не надо, да, жарить там? Долго не надо. Және қызыл болсын. Пиязы болсын. Сосын томатты да сал, е? Томаттың салады Ой, действительно есі керемет шығып жатыр, Керемет шығып жатыр. Алматайын бір қарап жібердіңіз. Жоқ. Помидор салады. Перцы или томат? Мне кажется, томат в конце. Да? Енді қызыл бұрышпен көк бұрышын қосамыз. Болғаннан кейін томат қосамыз. Қараңыздар, қандай әдемі. Иісі керемет. айтып жеткізе алмаймыз. Өте керемет. Томатын қосамыз. Болғаннан кейін арға да Алматай өзінің жаймасын қосады. Томаты жырылып кетеді. Қазір екіншісін сәуле керемет бұл жайы. Сізден керемет жасай алмаймын. Все. Мен жалпы бәрін қолмен жаққанды жақсы көрем. Бітті. Енді кесеміз. Сөйтеміз да. Кесіп, мантабардың несіне саламыз. Так, молодая құрылды. Чайник уже у него. Вот он. Мен бірінің үстіне бірін салып жатырмын. Все, да? Асты майлап қойдым. Мынаның асты майланған. Мантабардың табағын майлап алу керек. Ой, мен прям жегім келіп тұр, Сәуле. Жейміз. Қазір піседі, тез піседі. Наны 30 минут піседі, қыздар. 30 минут? Енді 20-30 минут. Себебі бірінің үстіне бірін қабаттадық қой. Бірінің үстіне бірін. Бұлай қабаттамаса ол тез пісетін еді әрине. Қазір бірінің үстіне бірін қабаттап жатырмыз. Сондықтан Сіз айтыңыз, Алматай. енді міне нанымызды бірінің үстіне бірін салдық, қамырымызды жайдық, майладық, кестік, салдық. Енді мантабарды суымыз қайнап жатыр. Қазір қоямыз да 20-30 минутқа. Енді қатты қалың емес, сондықтан 20 минут жетіп жатыр піседі. Үнді тамағы дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Сіздер де жасаңыздар, үйреніңіздер. Ас дәмді болсын, қыздар. Алайық.